құрметті ұстаздар, қадірменді қонақтар, қош келдіңіздер. Елорданың төрінде білім беруді жаңғырту орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп отырған кәсіби, білікті ұстаздардың үздігі болған, өз мамандарының қас шебері, білім беру ұйымдарының басшылары, орынбасарларының білім сапасы бойынша үздік жоба атты қалалық байқауға қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на городской конкурс «Лучший проект по качеству знаний». Целью конкурса является повышение качества знаний учащихся, организация образования через трансляцию лучшего опыта школ города. Настал момент познакомить вас с финалистами конкурса. Вот они, лучшие, гордые и смело несущие звание педагог. Мы приглашаем на сцену участников нашего конкурса. Именно их труд и профессионализм, инициативность, желание новых открытий и достижений не позволяют школам нашей столицы стоять на месте, а призывают только двигаться вперед. Қазаңыздар, бірінші номерлі үміткеріміз, номер 59 мектеп лицейі, директорының оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Сернібаева Алла Петровна. Қошеметтеріңіз хаттыра. На сцену приглашается участник под номером 2, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея номер 56, Наурызбаева Алма Еркиновна. Алдарыңызда үшінші номерлі үміткеріміз, номері 79 мектеп гимназия, директорының оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Бермағамбетов Марал Төлегенұлы. На сцену приглашается участник под номером 4, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы номер 37, Ергалиев Хайдар Хайрплавич. Келесі кезекте 5-ші номерлі үміткеріміз, номері 84 мектеп лицейі, директорының оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Альписова Дариха Абаевна. Приглашается участник под номером 6, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы комплекса номер 46, Салахадинова Евгения Ивановна. Келесі кезекте 7-ші номерлі үміткеріміз, номер 59 мектеп лицейі, директорының оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Бодаева Жазигүл Агатаевна шақырамыз. Қошеметтеріңіз. На сцену приглашается участник под номером 8, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея номер 66, Шакубасова Мария Амангельдиновна. 9-ші номерлі үміткеріміз, номері 59 мектеп лицейі, директорының оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Ишанова Айбаржан Сүлейменовна шақырылады. На сцену приглашается участник под номером 10, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея номер 38, Балабекова Жадыра Буйнагалиевна. 11-ші номерлі үміткеріміз, номері 81 мектеп гимназия, директорының оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Дүйсетаева Жанна Ақылбековна шақырылады. Қатысушыларға қатыра қосу қоямыз, ұстаздар. Сіздерге сәттілікте отыра барлықтарыңызды өздеріңіздің орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Галина, оқу тәрбие жұмысында қандай қасиеттер басым болады деп ойлайсыз? Безусловно, это коммуникабельность, креативность и эрудированность. Профессия педагога относится к профессиям исключительного творческого и интеллектуального труда. Дорогие наши конкурсанты, мы искренне желаем, чтобы свой педагогический талант и профессиональное мастерство вы смогли раскрыть в полной мере. И пусть каждому из вас улыбнется удача. Білім сапасы бойынша үздік жоба 2019 атты қалалық байқауын бастауға рұқсат етіңіздер. Алғашқы құттықтау сөз кезегі білім беруді жаңғырту орталығының директоры Ибраева Гүлнара Кульмухамедовнаға беріледі. Уважаемые коллеги, вот такой конкурс, вот такой смотр проходит у нас в городе впервые. Мы как-то уже привыкли к конкурсам «Лучший педагог», привыкли к конкурсам наших там детей и так далее. Да? В этом году
управления образования, руководитель наш Ануар Канатович выразил вот такое вот пожелание, чтобы мы могли как можно больше лучшего опыта показать и транслировать на весь город во всех направлениях работы. Поэтому буквально завтра пройдет конкурс «Лучший зам по воспитательной работе». Буквально 2 недели назад прошел конкурс «Лучший заместитель научно-методической работы». И вот сегодня мы рады приветствовать лучших наших заместителей по учебно-воспитательной работе сегодня на нашем конкурсе, потому что проект «Качество знаний», он, конечно, очень значимый, если не говорить, что это самый основной, ведь вся наша работа, она в школах настроена именно на повышение качества знаний учащихся. И от того, как построена в школе эта работа, зависит и само качество этой работы. И вот мы надеемся, что сегодня перед нами самые опытные, самые именитые заместители участвуют в конкурсе, и мы надеемся, что мы увидим шикарнейшие модели работы школы над повышением качества знаний. И лучший опыт, конечно же, мы будем транслировать на весь город, чтобы все знали, как повысить качество, как работать с детьми, с учителями, с родителями, может быть, кто-то сейчас нам покажет эту работу. Я желаю всем участникам удачи, а нам хорошего времяпрепровождения, чтобы оно было полезное для всех. Спасибо, удачи участникам. Бүгінгі күні қатысушылар өз жобаларын қорғайды. Әр қатысушының сөз сөйлеу регламенті 5 минут. Сұрақ-жауапқа 2 минуттан беріледі. Основная задача нашего конкурса – выявить лучшие проекты по повышению качества знаний учащихся среди школ города. По решению экспертной комиссии все участники отборочного тура допущены к публичной защите работ. И поэтому сегодня на этой сцене все 11 участников конкурса будут защищать свои проекты. На защиту предоставляется 5 минут. Конкурсымыз білім сапасы бойынша үздік жоба қорғауы басталады. Құрметті әділ-қазылар, әр қатысушылар бағасын дер кезінде қойып, бағалау парақтарын тапсырып отыруларыңызды сұраймыз.
Тәрбиеммен қалған өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзіңде жаңа шәкірт болғанымды табылған балапаным ұқсамайды басқаға. Сезімнің өміріне ғажабы. Жағасында сезімге 32 басқаға. Негр без мене, грай музыку, грай. Зимно, зимно на души, забирай, что хочешь. Арманымды асқақтататын жұлдызым боп түнерді. Для вручения сертификатов участникам городского конкурса «Лучший проект по качеству знаний» приглашается Калиханова Шугула Иргалиева, тренер частного учреждения Центра педагогического мастерства. Қошеметтеріңіз болсын біздің әділқазыларға, қатыра болсаға әріптестері. Балабекова Жанира Буйдагалиевна. Қошеметтеріңіз болсын қатыра. Салахатдинова Евгения Ивановна. Селимбаева Алла Петровна. Ещанова Айбарша Салименовна. Ергалиев Хайдар Хайфулаевич. Благодарим вас. Қошемет құрметтеріңіз, мұнда бір алғыс сізге. Для вручения номинаций за лучшее креативное решение и подарочного сертификата на сцену приглашается Байжуманов Муратбек Жанатбекович, профессор PhD, член Академии международной информатизации, старший преподаватель кафедры технической физики Евразийского национального университета имени Льва Гумилева. Награждается Бадаева Жазигуль Агадаевна. Благодарим вас, спасибо. Для вручения номинаций за качественное решение управленческих задач и денежного сертификата на сцену приглашается Галымжанов Баянгали Галымжанович, старший преподаватель филиала акционерного общества, Национальный центр повышения квалификации Орлеу, Института повышения квалификации педагогических работников по городу Астана. Награждается Тусидаева Жанна Афугековна. Әріптестерімізді қолдап отырайық, құрметті ұстаздар. Благодарим вас. Для вручения номинаций за реформаторский поиск и деловую компетентность и подарочных сертификатов на сцену приглашается Тартыкбай Кушаев,
Алдыңғы кезекте екі кезеңнің қорытындысы бойынша 3-ші дәрежелі диплом және ақшалай 200 мың теңгелік сертификат табыстау үшін ортаға гуманитарлық колледждің аға оқытушысы Қалабаева Нұргүл Бұхарбайна шақырылады. Оқытушылардың ішінен 3-ші орынға ие болған номер 79 орта мектеп Бермағамбетов Марал Төлегенович. Қошеметтеріңіз қайда? Екінші дәрежелі дипломмен марапаттау үшін ақшалай 250 мың сертификатын табыстау үшін Нұр-Сұлтан қаласы білім басқармасының бас маманы Амангелдиева Асыл Амангелдиевна ортаға шақырылады. Бүгінгі сайысымызда екінші орынға ие болған арнайы номер 56 мектеп Шукумасова Мария Амангелдиева. Қошеметтеріңіз. Сертификата на сумму 300 тысяч тенге приглашается директор Центра модернизации образования Ибраева Гульнара Гульмухамедовна. Награждается Наурызбаева Алма Еркеловна. Первое место. Орта мектеп қаттыра қошеметтеріңіз қайда? Бүгінгі сайыстың қатысушыларын құттықтау үшін сөз кезегі Бердікбай Шайға беріледі. Қошемет құрметтеріңіз болсын. Арнайы құттықтау сөз. Қадірменді конкурстың қатысушылары, конкурстың жюрилері, және барлық көрермендер, сіздерді бүгін мынау Астана қаласының білім жүйесінде болып жатқан үлкен мерекелеріңізбен қызу құттықтағым келеді. Бұл әрине мереке деп айтуға келеді. Әрбір сайыс үлкен жарыс, үлкен мереке, осындай іс-шара болып өтіліп жатады. Жалпы Астана қаламыздың білім жүйесінде соңғы кездері жүріп жатқан көптеген сайыстарды біз біліп отырамыз, қуанып отырамыз. Осы сайыстың ар жағында бір үлкен мақсат жатады. Және соның ар жағында үлкен еңбекке деген жігерлендіретін осындай бір үлкен нәтиже тағы жататын болады. Сондықтан бүгінгі сайыстың орны өте бөлек деп ойлаймын. Бұл жаңағы мектептің оқу ісін басқарып отырған, мектептің жүрегі болған адамдардың арасында жүрген сайыс болғандықтан орны өте бөлек болуға тиіс деп ойлаймын. Және де бұл енді алғашқы сайыс, жаңа кейбір менің енді таныс заводчтарым өкініп отыр, әттеген-ай қатысу керек екен, бүгін білмей қалғанымыз деген сияқты. Келесі жылғы сайыс бұдан да тартысты үлкен болады деп ойлаймын, және нәтижесі де көп болады деп ойлаймын.
Жалпы сайыс адамға өрлететін, қандай деңгейге жеткізетін, көпке танытатынның бір мысалын мен өзімді айтқым келеді. Осыдан 10 неше жыл бұрын алғашқы сайысқа қатысып, ары қарай соған жігерленіп деген сияқты. Бүгіндері міне республика көлеміне танымал болғаным осындай іс-шаралардың нәтижесі болатын. Сондықтан енді мен қатысушыларға айтарым, бүгін сіздер мұнда алғашқы сайысқа қатысып жатсыздар. Ары қарай енді осы жұмыстарыңызды жетілдіріп, талай үлкен жеңістерге жетулеріңізді тілеймін. Сонымен жалпы енді мынау бүгінгі сайысымыз енді аз ғана уақытта ғана қорытылды, көптеген іс-шараларды қамтыды. Жалпы ары қарай болғанда ойлаймын енді мына сайысты тағы да кішкене нәтижелі болдырып, әркімнің бір өзінің деген іс-шарасын, іс-тәжірибесін, идеясын аз ғана уақытта таныстырып, соны көпке үлгі ететіндей осындай дәрежеде ұйымдастырылса деп. Жақсы жұмыстар бар сияқты, бірақ мектептің барлық жұмысын 5 минутқа сестіріп айтып шығу мүмкін емес қой. Ол жақсы жеткізе алмай қалып жатыр, жақсы таныстыра алмай қалып жатыр. Сондықтан әр мектепте бір ерекшелік болады да, әрбір заводтың іс-тәжірибесінде бір ерекше нәтиже, тәжірибе бар екен түсінікті. Сонысын аз ғана уақытқа сестіріп жеткізетіндей. Сол тәжірибесін ары қарай жетілдіре отырып, Астана қаласының басқа мектептеріне үлгі болатындай, елімізге үлгі болатындай, осындай бір тәжірибе иесі болатындай мүмкіндіктерді келтіруге бағытталса деп ойлаймын. Солай болатынына да сенемін. Рахмет барлықтарыңызға. Қошамет құрметтеріңіз болсын, мұнда бір алғыс. Давайте поздравим талантливых и творческих участников конкурса «Лучший проект по качеству знаний». В вашу честь, уважаемые, эти бурные аплодисменты! Өз мәресіне жеткен сайысымыздың жеңімпаздарын шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Құрметті әзіл-қазылар мүшелері, естелік одаға түсуге шақырамыз. Осымен бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жетті. Біздің сахнада тұрғандар 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар. Барлығы керемет біздің оқу тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасар.